Тақырып: әлемдік саясат көшбасшылары. Әлемдік саясат көшбасшысы халықаралық аренада айтарлықтай ықпал ететін стратегиялық шешімдерді қабылдауда маңызды дауысқа ие тұлға, немесе мемлекеттің басшысы. Өзінің ұлттық мүддесін, аймақтық ықпалын және халықаралық ұйымдардағы рөлін үйлестіре біледі. Мысалы, зерттеулерге сәйкес, кейбір көшбасшылар жабық пікір жүйесіне бейім болса, басқалары сын жақты талдау мен коммуникация дағдыларын жетік меңгерген. Тақырыпқа арналған сұрақтар мен тапсырмалар. Бірінші тапсырма: әлемдік саясатта рөлі бар кез келген көшбасшыны таңдаңыз. Көшбасшы туралы қысқаша 5 ақпарат жазыңыз. Ел ұйымы, қызметі, негізгі саяси бағыты, жасалған маңызды бастамасы, әлемдік деңгейдегі ықпалы. Дескриптор: әлемдік саясат көшбасшысын таңдайды, ол туралы толық ақпарат береді. Екінші тапсырма: мәтіндегі сөйлемдердің тиісті жеріне үтір қойып, көшіріп жазыңдар. Үтір қойылу себебін түсіндіріңдер. Мәтін: әлемдік саясат көшбасшысы өзінің шешімдері мен іс-әрекеттері арқылы тек өз елінің дамуына ғана емес, сонымен қатар бүкіл әлемдегі саяси, экономикалық және әлеуметтік процестерге де айтарлықтай әсер етеді. Сондықтан оның әр қадамы, әр сөзі халықаралық қауымдастықтар үшін маңызды болып табылады. Ал кейде күтпеген жағдайлар мен дағдарыстар туындаған кезде бұл шешімдер тек бір мемлекетке емес, бүкіл континенттерге әсер етуі мүмкін. Сонымен қатар жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа қатер төндіруі мүмкін. Осы себепті әлемдік саясат көшбасшылары тек өз мүддесін ғана емес, жалпы адамзаттық мүдделерді де ескеруі керек. Және әрдайым дипломатиялық жолдарды келіссөздер мен ынтымақтастықты басты назарда ұстауы тиіс. Дескриптор: тиісті орынға үтір қояды, себебін түсіндіреді.